Саламатсыздар ма? 27-23 екінші курс топ студенттері, бүгінгі зертханалық сабаққа қатысатын студенттер саны түгел ма? Топ бойынша бірінші кезектегі 12 студент түгел. Сабақты онда бастаймыз. Бүгінгі зертханалық сабағымыздың тақырыбы екінші модуль бойынша ашқысыз қамырды және одан өнімдер дайындау. Сабағымыздың тақырыбы бисквит қамырын негізгі тәсілмен илеу, қалыптау, жартылай фабрикаттар мен өнімдерді пісіру процесін игеру. Сіздердің міндеттеріңіз теорияда алған білімдеріңізді бисквитті жартылай фабрикаттарды дайындаудағы теориясын, рецептерін, түрлерін, қандай әдістермен дайындалуын өндіріс пен теорияны қоса отырып, зертханалық сабақтарда білімдеріңізді ұштастырып, жартылай бисквитті фабрикаттарды пісіру сіздердің міндеттеріңіз. Зертханалық сабақты бастар кезінде біз бірінші қандай ережелерді білуіміз қажет? Санитарлық және қауіпсіздік ережелері. Санитарлық ережелерді кім айтады? Назмина бастай ғой. Санитариялық ережелерде бірінші қолда сырға, әшекейлер болмау керек, тырнағымыз алынған болу керек, формада болуымыз керек, жұмыс істеп жатқан жеріміз таза болу керек. Жұмыс істеп болғаннан кейін жұмыс орнын жинап кетуіміз керек. Біздегі ең бір мақсатымыз, бірінші білесіздер, міндеттерін қауіпсіздік ережесіне өте үлкен қауіпсіздік ережемен қарауымыз керек. Қауіпсіздік ережелеріне қандай түрлерін білесіздер? Электр қауіпсіздігі. Иә. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында жұмысшының өмірін қорғау үшін біз жеке қорғану құралдарын қолданамыз. Диэлектрлі қолғаптар, резеңке кілемшілер, резеңке аяқ киімдер және тағы басқа арнайы киімдер. Электр жабдықтармен жұмыс жасаған уақытта бізде қолдың, киімнің, аяқ киімнің құрғақ болуын қадағалау қажет. Біз қазір қауіпсіздік ережелерін айтып кеттік. Алдын ала қандай қауіпсіздіктерді білуіміз қажет? Ара айтасыз ба? Жұмыс бастар алдындағы қауіпсіздік талаптары. Жабдықтың жарамдылығы, электр желісінің ақаулығы, құрақтығы және де электр плитасы мен электр шкафтарының нөлдік бағытта болуын тексеріп алу қажет. Сонымен қатар арнайы санитарлық киімдерді кию міндетті. Арнайы санитарлық киімдер таза, жыртылмаған, баулары мен түймелері толық болу қажет. Сонымен қатар арнайы киімдердің қалтасында үшкір немесе саңғыр заттар болмауы тиіс. Біз қазір бисквитті жартылай фабрикаттар пісірер кезде бірінші қандай электр жабдықтармен жұмыс істейміз? Ол жерде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек? Басты міндетіміз қазіргі зертханалық сабақта. Дилдор айта ғой. Айта ғой қауіпсіздік ережелерін. Қандай жабдықтармен жұмыс істейміз? Бисквитті жартылай фабрикаттарды дайындағанда қандай жабдықтармен қазір жұмыс істейміз? Ұрлау машинасымен. Иә, ұрлау машиналарымен. Ұрлау машинасын жұмыс істеуін тексеріп алу керек. Иә. Барлық насадкаларын тексеріп алу керек. Жұмыс істей ма жоқ па? Сосын барлық пішіндерді. Сосын барып пешті көреміз. Бірінші жұмыс істеу алдында печканы қыздырып аламыз. Сосын барып ұрлау машинасын тексеріп аламыз. Сосын шикізаттарымызды дұрыстап, барлығын өлшеп аламыз. Біз қазір бисквитті жартылай фабрикаттар пісіргенде екі жабдықты атадық. Тағы қандай жабдық қалды бізді? Кім ұмытып кетті? Кім айтады? Қандай жабдық қалды бізге тағы да? Қауіпсіздік ережесін сақтаудағы. Пышақ. Қандай пышақ қолданамыз? Ара пышақ. Бисквитті неғылған ара пышақ. Бүгінгі тақырыпқа байланысты бисквитті жартылай фабрикаттарды илеу меңгеруде бисквитті жартылай фабрикат қанша әдіспен дайындалады? Біз оны теорияда өттік. Қанша әдіспен дайындалады? Жақсы, бәрін біледі екенсіңдер. Негізгі салқын, майлы үш әдіс бойынша біз бисквитті жартылай фабрикаттарды пісіруді бастаймыз. Осы әдістермен. Бисквит туралы жалпы мәлімет, оны білесіздер. Бисквитті жартылай фабрикатты пісіру алдында осы әдістер бойынша мен сіздерді топқа бөлемін. Осы үш әдіс бойынша қандай сіздерге тапсырма түседі, сол тапсырманы пісіруді бастаймыз. Мына қалыптау, бисквитті қандай формада қалыптау, оны пісіруді білесіздер ма? Әрқайсысы өз тапсырмасында біледі. Пісіру процесі, бисквиттер қанша температурада піседі? 170 градус. Бәрі бірдей ма? Негізгі майлы салқын дедік. Бәрі бірдей температурада пісе ма?
әрқайсысы әртүрлі температурада піседі. Салқындату және сақтау процесін қазір біз пісіріп болған кейін ақау түрі мен сапа талабын айтқан кезде оны айтамыз. Қазір 3 тапсырма бойынша технологиялық нұсқау карталарыңыз бар ма? Бәрімізде технологиялық нұсқау карталарымыз бар. Қазір тапсырма бойынша кімге қандай тапсырма түседі, сол тапсырманы орындауды бастайсыздар. Әр топтан бір студент шығып, тапсырманы ала қойсын. Тапсырмаларыңыз түсінікті ма? Тапсырмаларыңызды білесіздер ма? Әр топ біле ма? Топ 4-ке бөлінді, 3 амал бойынша. Осы бойынша біз бисквитті, жартылай фабрикатты өнімдерді пісіруді бастаймыз. Бәріміз пісіру орнына барамыз. Амал дегеніміз? Негізгі амал дегеніміз бізде бисквит 3 түрге бөлінеді. Негізгі және салқын және майлы амалмен бізде негізгі бізде май қосылмайды, бізге керек ингредиенттеріне ұн мен шекер және крахмал, бізде жұмыртқа керек болады. Бұл жердегі әдісінде немен сіздің бисквитіңіз ерекшеленеді? Біз ауа арқылы көтереміз. Ауа арқылы көтереміз және су моншасында? Су моншасында жылытып Қанша градуста? 40 градуста. 40 градуста сіздің ерекшеліктеріңіз жұмыртқа мен құмшекерді жылытып алып ұрамыз. Екінші түсті технологиялық нұсқау карталарымызды аламыз. Қандай тапсырма түсті сіздерге? Салқын амалмен дайындау технологиясы түсті. Салқын амал дегеніміз не? Біз салқын амал диеталық жұмыртқаны алып, оны ақуыз бен сарыуыздың араластырып, бөлек-бөлек ыдысқа салып, сосын қантпен ұрлаймыз. Біз бұл жердегі бисквиттің ерекшелігі ақуыз бен сарыуызды жеке-жеке ұрып, диеталық жұмыртқа қолданамыз амалдары. Түсінікті ғой тапсырма? Сіздерге қандай тапсырма түсті? Бізге майлы амалмен бисквит дайындау түсті. Майлы амал дегеніміз не, қалай дайындаймыз ол бисквитті? Негізгі амалмен дайындап, бірақ оған 30 градуста май қосылады. Негізгі амал сияқты дайындаймыз, бір ерекшелігі 30 градуста Май қосылады. қандай май қолданамыз? 2% сары май. Сары майды қолданамыз. Тапсырма түсті, технологиялық нұсқау картамызды аламыз. Бізге тапсырма бойынша негізгі амалмен бисквитті орама түсті. Бисквит орама, рулет, орама. Дайындау процесі Қандай амалмен дайындаймыз? негізгі амалмен дайындаймыз. Негізгі амалмен дайындайды екенбіз. Сіздің ерекшелігіңіз бұл? Қантпен жұмыртқаны ұрғылау бар. Бізде тапсырма бойынша бәріңізге технологиялық нұсқау бойынша 1 килоны пісіріп шығаруымыз керек. Тапсырманы бастаймыз әр топ. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, менен сұрайсыздар.
Бисквитті жартылай фабрикаттардың салқындату және сақтау процесіне келдік. Салқындату сақтау қанша сағатта сақталады? Бисквит 8-10 сағатта. Біздің орамаларымызды сапасын бағалау. Сапасын бағалайтын келетін болсақ, әр топтың несі сапа талабына сай. Бірінші топтікі негіз қай амалмен жасадыңыздар? Негізгі амал дегеніміз жұмыртқамен құмшекерді немен 40-45 градуста су моншасында жылтып алу. Мінекей, сапа талабына сай борпылдақ, жақсы көтерілген, піскен, салмағы қанша? Салмағы 1 кило. Біз егер бұл әрлендіру жұмысы дейтін болсақ, горизонталды 2-ке немесе 3-ке бөлеміз. Бірінші топ сапа талабына сай өздерінің тапсырмаларын орындап шықты. Екінші топ студенттері тапсырмаңыз. Менікі салқын амалмен жасалған буше. Салқын амалмен жасалған буше. Бұның айырмашылығы негізгіден бұл жұмыртқаны диеталық жұмыртқа, диеталық жұмыртқамен істелінеді. Ақ уызы мен сары уызын бөлек орамыз. ақ уыз мен сары уызын бөлек алып, сапа талабына сай мінекей күлшелерді дайындап шықтық. Бисквитті күлшелерден бұл қазір бізде көп. Сығу қапшығынан алып, ақ сары түсті десертке пішіні сақталған борпылдақ күлшелер. Қайты кім тапсырмасы? Бұл жерде Майлы амалмен дайындадық. яғни бұны негізгі амалмен, бірақ 30 градуста май салынады. Бұлына бисквиттен айырмашылығы өздеріңіз көріп отырсыздар. Қандай екеуінің айырмашылығы? Майлы амалмен жасағанымыз сап-сары майдың түрі бізде көрініп тұр. Өздеріңіз көрдіңіздер мұнаны. Бізге 4-ші топ орама сапа талабына сай, түсі ашық қоңыр түсі болып шықты. Салмағы 1 килограмм. Жұмсақ Үлпілдек. Көріп отырсыздар, арасына әртүрлі сармалар жасау арқылы біз орамаларды дайындап шығамыз. Бүгінгі сабақ бойынша бисквитті жартылай фабрикаттарды пісіргенде біз барлық бисквитті жартылай фабрикаттың 3 амалын жасап шықтық. Негізгі майлы және салқын амалымен. Енді біз тек қана бұл жерде горизонталды 2-ке немесе 3-ке бөліп, біз әрлендіру, безендіру жұмысына береміз. Топ 27-23 топ бисквитті жартылай фабрикатты өте жақсы орындап шықты. Бірінші кезектегі студенттер осы зертханалық сабақ бойынша теорияда алған білімдеріңізге қоса отырып, зертханалық сабақта не үйрендіңдер, не ойдыңыздар? Қазір әр топ өзінің жаңағы ойын осы жаққа жасады. Қиын болды ма? Арғай жүрейік сәл. Мына тапсырма бойынша мына жерде отырамызда жауап береміз. Кім не үйренді, не қойды? Зертханалық сабақ қиын болды ма, оңай болды ма, не үйрендіңіздер, не қойдыңыздар? Міне, біздің торттарымыздың 70-60% бисквитті жартылай фабрикаттан шығады. Кәсіптік модуль 2-ші тапсырма бойынша ашқысыз қамырлардың түрлері бисквитті, торт, пирожный, күлшелер осы қамырлардан дайындалады. 8-10 сағат екен 3 түрлі әдіспен дайындалады. Аламызда әр топ бойынша не үйрендіңдер қойыңыздар, жазамызда жапсырамыз. Бүгінгі сабақ қызық болды ма? 23 топ студенттері бүгін зертханалық сабақты аяқтадық. Зертханалық сабақта тапсырма сапа талабына сай, ақау түрі кемшіліктерін бәрін айтып отырдық. Өздерің көріп отырсыңдар. Бүгінгі зертханалық сабақ қызықты болды ма? Үйрендіңіздер ма? Біз бұл зертханалық сабақты қорытындылай келетін болсақ, бисквитті жартылай фабрикаттардың 3 амалымен дайындауды үйрендік, рецептурасын үйрендік, дайындау технологияларын және түрлерін торттар мен пирожныйларға әрлендіру жұмыстарын үйрендік. Енді безендіру, кремдерге келген уақытта безендіру, әрлендіру жұмыстары бисквитті жартылай фабрикат құрылымын қанша уақыт сақтайды екен? 8-10 сағаттан кейін біз мынау пісірген бисквитті жартылай фабрикаттарды әрлесек, торттар мен пирожнылардың түрлері дайын болады. Бүгін топ бойынша бағалап шықтық 100 балға шейін топ бойынша. Бұл жерде ең жақсы пісірген топ мынау буше топтары.
екінші топ, үшінші топ, төртінші топ бәрі сапа талабына сай, ақау түрі жоқ, тапсырмаға сай зертханалық жұмысты аяқтадық. Бәріңізге рахмет.